Сәлем достар. Бүгін біз Windows операциялық жүйесінде Pythonның виртуалды ортасын орнататын боламыз. Жалпы Pythonмен жұмыс жасаған кезде бізге көп пакеттер, яғни Pythonның пакеттері немесе Pythonның библиотекалары қажет болады. Кейбір жағдайларда сол бір пакеттің бірнеше нұсқасымен жұмыс жасауға тура келетін болады. Немесе Pythonның алдыңғы нұсқасымен жұмыс жасау керек болады. Сол себепті бізде осы виртуалды ортамен жұмыс жасау ыңғайлы. Ол үшін команд строканы ашамыз. SMD. Қай жерде тұр екенбіз біз? Не бар бізде? Жарайды, былай істейік. Python venv virtual environment и виртуальное окружениенің аты. Мен мысалы mynv просто my environment десейін. Ал кіреміз енді mynv cd mynv. Так, көреміз қандай папкалар бар екен. Так, бізге енді осы виртуалды ортаны активация жасауымыз керекпіз. Ол үшін скриптқа кіреміз. Scripts. Так, бұның ішінде не бар? Но activate bat дегенді запускать етуіміз керек. Мына жерде міне өзгеріс пайда болды. Енді біз виртуалды ортаны, яғни виртуальный окружениені біз активация жасадық. Енді кез келген Pythonның кез келген басқа бір пакеттерін орнататын болсақ, демек осы окружениеде орнатамыз деген сөз. Біз қажет болса басқа виртуалды ортаны құра берсек болады. Олар бір-біріне тәуелсіз жұмыс жасайды. Так, енді бізге мысалы pip install, маған мысалы pgain деген пакет керек болады. Орнатамыз. Так, енді маған мысалы қажет болады Jupyter. Мысалы Jupyter ортасы орнатылып жатыр. Осылай кез келген пакетті, яғни Pythonға қажет пакеттер, библиотекаларды осылай орната беруге болады. Сонымен алгоритм қандай? Виртуальный окружение құрамыз. Қажет болса бірнеше виртуалды ортаны құруға болады. Қажет деген виртуалды ортаны сіздер активация жасайсыздар. Содан кейін сол виртуалды ортаға қажетті активация жасап болғаннан кейін сол жерге қажетті пакеттерді орната бересіздер. Ол пакеттер тек сол виртуалды ортада ғана орнатылады, жұмыс жасайтын болады. Басқа виртуалды ортаға әсер етпейді. Так, енді виртуалды ортаны орнатып болғаннан кейін енді оны Visual Studio Code'пен байланыстыруымыз керек. Не істейміз? Visual Studio Code'ты ашамыз. Қажет папканы ашамыз, яғни бір папканы ашып алу керексіздер, open folder. Так, енді мысалы төменгі жақта таңдасаңыздар болады интерпретаторда. Қай интерпретатор қолдану керек екенін немесе Ctrl-Shift басып Select интерпретатор деген тұр міне. Оны таңдасаңыздар болады. Так, по умолчанию ол қазір біз алдыңғы бір видеода көрсетілген интерпретатор пайдаланып тұр. Біз басқа жолда көрсетейік. Немесе жолда қолмен жазып шықсаңыздар болады, немесе қолмен көрсетеміз. Так, біздікі mynv-тің ішінде, scripts-ің ішінде Python деген файл болу керек. Python. Осын таңдаймыз. Міне, виртуальный окружениенің ішіндегі Python қолданып тұр. Программаны қосып көретін болсақ, істеп тұр. Жаңа файл ашып көрейік. Мысалы, сәлем.
IPNB Jupyter файл. Так, kernel таңда деп тұр бізге. Select kernel. Біз мынаны таңдасақ болады. Print, сәлем. Shift Enter. Істеп тұр.